Республикалық мектепке жол акциясы жалғасын табуда. Аталған акция аясында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мен Жайық пресс медиа холдингі бірлесе отыра облыстық отбасы үлгідегі балалар ауылының тәрбиеленушілеріне сый жоралғылар ұсынды. Жуырда облыстық Орал өңірі және Приурале газеттерінің 95 жылдығына орай мекеме баспаханасында арнайы қалың дәптерлер басылып шығарылған болатын. Ғасырға жуық тарихы бар қос газеттің мерейтойына басылған бұл оқу құралы енді балалар үйінің тәрбиеленушілеріне де бұйырды. 80-ге жуық бала тәрбиеленетін облыстық отбасы үлгідегі балалар ауылының балғындары бүгін ерекше қуануда. Осыған дейін түрлі мекемелер атынан құттықтаулармен мектепке қажетті құралдарды сыйға алған оқушылар бұл жолы облыстық қос газеттің тарихынан сыр шертетін мұқабасы бар жаңа қалың дәптерлерге ие болды. Мектепке жол акциясы аясында ұйымдастырылған шараны Жайық пресс мекемесі ұжымы жыл сайын қолға алып келеді. 4-5 жылдан бері осы акцияларға қатысып, облыс көлеміндегі қай мектеп болсын, ал барынша өзіміздің көмегімізді көрсетіп келеміз. Өткен аптаның ішінде бастауыш партия ұйымының ұйымы қаламыздағы нөмір 37-42 жалпы орта мектептерінде болып, балаларға сый сыйапат көрсеткен болатынбыз. Енді бүгін мынау жалпы үлгідегі балалар ауылына келіп, бұндағы балаларға өзіміздің көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Жайық пресс мекемесі жанындағы партиялық бастауыш ұйымы төрағасының орынбасары мекеме басшылығы атынан Бауыржан Имашев балаларды құттықтап, олардың жаңа оқу жылындағы қадамдарына сәттілік тілеп, тәрбиеленушілерге жаңа дәптерлер табыстады. Өзіміздің баспахана бар. Содан дәптер балаларға арналған. Осы дәптерді сіздерге тапсыруға рұқсат. Оқу жылы басталмас бұрын білім алуға қажетті құралдарға қол жеткізген балалар шараны ұйымдастырушыларға алғыстарын жеткізді. Ата-ана махаббатынан ада болған бұл балалар үшін мұндай жанашырлық ауадай қажет дейді облыстық отбасы үлгідегі балалар ауылының директоры Ғалия Әбдешқызы. Балалар бұл дәптерлер алу арқылы осы газеттерге 95 жыл толған, оның тарихы туралы, жалпы онда да бір шығармашылық ұжымның үлкен қызмет жасап отырғандығымен танысты. Балалардың атынан бұл ұжымға рахмет айта отырып, олардың еңбектеріне шығармашылық табыс тілеймін. Балаларға да бәріне ұнады деп есептеймін. Бізге дәптер алып келгендеріне көп рахметімді айтамын. Игі шара Жайық пресс мекемесі ұжымының өнерпаздары дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Бағдат Ізмағамбет, Темірболат Тоқманбетов, Жайық пресс ақпарат орталығы.